Сәлем достар, сіздермен бірге кітап Ақтар Айдары. Бүгін сіздерге Памела Друкерманның «Французские дети не плюются едой» атты кітабын ұсынғым келіп отыр. Өте жеңіл тілде жазылған кітаптердің бірі, бала тәрбиесіне арналған. Бұл кісі туралы азғантай ғана айтып өтейін. Бұл кісі ақш-та туып өскен, Британия азаматына тұрмыс құрып, одан кейін Францияда тұруға шешім қабылдайды. Сол жерде бір қыз, екі баланы дүниеге алып келеді, егіз балалар. Содан кейін осы бала тәрбиесіне қатты бір өте үлкен жауапкершілікпен қараған кісілердің бірі болғандықтан осы кітапты жазып, аналарға көптеген пайдалы кеңестер береді. Я живу во Франции, и я вижу эффективность французских реалий. Они разворачиваются передо мной как откровение, и поэтому я следовала им довольно строго. Придерживалась некоторых очень простых идей, например, не кормить детей в промежутках между приемами пищи, чтобы, когда они садятся за стол, были действительно голодны. И вы знаете, даже для взрослых это хорошая тенденция, чтобы садиться обедать, когда на самом деле чувствуешь голод. Жалпы кітап неден басталады? Кітап сол автордың өмірбаянынан басталады, одан кейін көтергені жайлы, сол кездегі күтім жайлы, одан кейін босанып, нағыз сондай бір қиын уақыттар туралы айтылады. Яғни көбінесе енді мысалға баланы туа сала түнде көп оянамыз, ұйқымыз көп бөлінеді, шаршау басталады, бала жылайды, сондай бір кейде депрессияға түсіп кететін уақыттар болады аналардың. Сол туралы көп айтылады және жақсы кеңестер беріледі. Мен бұл кітапты босанған кезде оқымадым, маған бұл кітапты ешкім кеңес бермеді, сондықтан туайын деп жатсаңыз, жаңадан босансаңыз, міндетті түрде оқыңыз деп кеңес беремін. Бұл кісі баланы Францияда ең мықты қасиеттері дейді, олар бала туыла сала оны шыдамдылыққа үйретеді дейді. Яғни мысалға бір ғана мысал, қарапайым бала туылған кезде аналар еш қашан бірден жүгіріп бармайды дейді. Бір сиқыры дейді, балалар тіпті 3 ай 4 айдағы балалар дейді, олар таңға дейін ұйықтай алады дейді, еш оянбастан, тіпті оянғанның өзінде жыламайды да, тек қана бір-екі қимылдап сөйтіп ұйықтап қалады. Оның бірден бір сиқыры дейді, ол ана бірден жақындамайды. Бала жылады ма, 1 минут күтеді, бақылайды, одан кейін 2 минут, 3 минут солай көбейте береді. Неге? Себебі бала ол туылған кезде оны қалай үйретсең, ол солай үйреніп кетеді дейді. Егер сен қайта-қайта барып, оны көтеріп, емізіп, жаныңа жатқызып үйретсең, ол соған үйреніп кетеді. Ол комфортный зона дейміз ғой. Баланы туыла сала соған үйретесіз дейді. Ал егер де сіз бірден бармай, кішкене жылауына мүмкіндік берсеңіз, одан кейін ғана 1 минут, енді бірден 5 минуттан бастамайды, 2 минут, 3 минут солай көбейте береді, 10 минутқа дейін жететін уақыттар болады. Сол бала дейді, түнде өзінің бір ұйықтайтын фазасы болады дейді. Ол мысалы кейде жай ғана қимылдайды дейді. Өйткені шошиды мысалы қолдарынан, немесе осы дүниеге келгеннен кейін оның арнайы бір ережелеріне үйренеді дейді. Сондықтан да бізде мысалы түнде оянамыз, одан кейін ұйықтап қаламыз, сол сияқты бізге біреу келе бермейді ғой мысалға. Одан кейін ең басты несі сиқыры дейді, олар баланы кішкентайынан үлкен адам ретінде қарайды. Жаңа менің мысалым дәл келді, жаңа айтып атқан, ол үлкен адам сияқты үйрену керек ұйықтауды. Сондықтан да жай бақылаңыз. Әрине баланың жаңағыдай қарны ашатын уақыттар болады. Ондай кезде анасы егер бақыламаса баланы, бірден бара берсе, әрине ол аш болмаған баланың өзінде жайдан жай емізуі мүмкін. Сондықтан да бақылау арқылы балаға біріншіден шыдамдық үйретесіз, екіншіден бақылай білесіз. Тіпті оның жылауынан қарны аш па, әлде сиіп қойды ма, әлде жаңағыдай су ішкісі кеп тұрма, соны сіз білетін боласыз дейді. Бұл жерде жаңағы ойбай баланы болды қарама тастама деген мағынада емес, яғни шыдамдылыққа үйрету, жаймен 5 минут, 2 минут, 3 минуттан барып балаға жақындап, оның не айтқысы келіп тұрғанын сіз сол кезде ғана сезінесіз дейді. Маған бұл кеңес шынында айтсам өте қатты ұнады, және болашақта Құдай қаласа қолданатын боламын деп ойлаймын. Одан кейін бұл жерде тағы бір құпиясы, мысалы үлкен кісілер сөйлесіп жатқан кезде балалар ешқашан жанына келіп түрткіреп, сөйлеп бөлмейді дейді. Көп жағдайларда, енді барлығы болмаса да 80% солай дейді. Тіпті 2 жастағы баланың өзін неге жаңағы мейрамханаларға апарған кезде жыламайды дейді, қарным ашты деп. Тіпті жылағанның өзінде олар айтады, бір
мінез танытып жатса, сен күте білуің керек, себебі тамақ дайындауға уақыт керек, одан кейін бағалау керек, ата-анаң сөйлесіп жатқанда үлкен кісілермен бөлмеу керек деген сияқты сондай бір этика, эстетиканы өте жақсы үйретеді дейді. Бұл кісі Франция мен ақш-тың тәрбиесі туралы салыстырады, және кішкене Францияны асыра мақтап кететін кездері болады әрине, бірақ дегенмен де мына ақш тәрбиесінде қателіктер өте көп деп айтады. Жақсы жақтары да әрине бар, бірақ та айтып отырмын ғой, мен мысалы кез келген ақпаратты қабылдаған кезде 80-20 қабылдаймын, себебі әр елдің, әр отбасының өзінің бір жақсы және кем жақтары болып жатады. Сондықтан да кез келген кітапты оқыған кезде керегін алып, керек емесін сызып тастаймын. Одан кейін бұл жерде баланы горшокқа үйреткенде де біраз қиындықтар болады анасында, одан кейін балабақшаға апару, апармау деген сұрақтары болады. Одан кейін Францияда бір жақсы маған ұнағаны, бала егер анасы бір жаста баласы бірге толғанда жұмысқа шыққысы келсе, мемлекеттен тегін балабақшалар болады екен. Ясли сад, жаңағы тіпті дамытатын орталық сияқты ма, сондай кітапты оқығаныма бір 3-4 ай болды, кішкене есіме түспей жатыр. Сондай жаңағы жақсы жақтары бар екен. Одан кейін жалпы негізі көп нелер бар, өзі бірнеше бөліктерден тұрады, 14 бөліктен тұрады. Сосын маленькие взрослые деген глава 5 деген несі бар. Айтып отырмын ғой, жаңағы баланы өскен кезде тәуелсіз болу, шыдамды болу, қиыншылықтарды төзе білуді осы кішкентай кезінен балаға үлкен адамдай қарап. Мысалы, мен өзім Монтессори методикасын балабақшада үйренген кезде, мен сол кезде өзімнің бір қателігімді түсіндім. Мен бала киініп жатса жүріп барып өзім киіндіре салам, асығып тұратын кездер болады, шыдамсыздық болады. Содан кейін тамақ ішіп жатса да жаңа аузына салып, жаңағыдай қасықпен өзін тамақтандырып, сондай бір тынымсыздық процесі болды да менде. Сосын мен сол методиканы үйренгеннен кейін түсіндім, балаға неғұрлым бала ретінде емес, үлкен адам ретінде қарасаң, және оған істе, өзің кейін, сен үлкенсің, сенің менен ешқандай кемшілігің жоқ, сен де оны істей аласың деген сияқты кеңестер айтып, одан шыдамдылық танытып, жанында отырып, тіпті балабақшаға кешігіп барып жатсаңыздар да, соның киінгенін күтіп, моторикасын әсіресе дамытады ғой, сүймесін салған кезде, жаңағы замоктарын салған кезде, аяқ киімін киген кезде. Сол осы Францияда өте үлкен мән береді екен соған. Дело в том, что терпение — это мышца. И французы понимают, что это не то качество, с которым или без которого ты родился, но это что-то, чему мы можем научиться. Это то, о чем они в буквальном смысле говорят. Вы должны научить своего ребенка терпению. И это не то, что я часто слышу в любом другом контексте. И как во многих областях в своей повседневной жизни французы наткнулись за счет привычек на то, для чего ученые изучали людей с помощью МРТ-машин и годами проводили эксперименты. Терпение — это мышца. И родители во Франции тратят много времени, пытаясь научить своих детей терпению просто с помощью повседневной жизни. Это же так просто сказать. Знаешь, мы не будем сейчас кушать. Ты дождешься обеда, и тогда поешь. Они не морят своих детей голодом. Они просто говорят: мы собираемся кушать через 20 минут. Ты не будешь есть банан прямо сейчас. Или есть в определенной последовательности, или дождаться, пока все сядут за стол, чтобы вы могли поесть вместе. Сондықтан да мен осы кітапты енді міндетті түрде оқыңыз деген кеңес беремін. Айтпақшы, бұның электронды нұсқасы интернетте бар. Мен өзім бұл негізі Айдарды Инстаграм парақшамда бастаған болатын, осыдан жарты жыл бұрын ба. Сондықтан да бүткіл ақпаратты жаңағы кішкентай ғана постқа сыйғыздыра алмаймын да. Содан кейін осы ютубтан айтайыншы, осы аналарға сізге бұл кітап керек болса, оның электронды нұсқасын интернеттен ала аласыздар. Болмаса менің Инстаграм парақшама кіріп, сол жерде дайректке жазсаңыздар, мен сіздерге WhatsApp номеріңізге жібере аламын. Одан кейін бұл кітаптың YouTube парақшада аудио нұсқасы бар. Мысалы, қатты кітап оқуға уақытыңыз болмайатса, немесе кітапты соңына дейін оқи алмасаңыз, немесе қаражатыңыз мүмкіндік бермей жатса, YouTube'тан аудио нұсқасын тыңдаңыздар. Өте сондай бір әдемі жазылған, оқыған кісінің дауысы өте жағымды. Одан кейін посуда жуып жатсаңыз да, емізіп отырсаңыз да, қаныңызға қосып қойып, кітап оқығанмен тең боласыз.
айтайын дегенім осы, бүгінге сіздерге бір жақсы ақпараттар бердім деген үміттемін. Инстаграм парақшама жазылмаған болсаңыздар жазылып қойыңыздар, ютубқа жазылмаған болсаңыздар жазылып қойыңыздар. Ұнаса комментке кеңес деп сөйлей бергеннен уже аузым кішкене не қылып жатыр, байланып жатыр тілім. Сол ойларыңыз болса астына комментке жазсаңыздар болады, сұрақтарыңыз болса жазыңыздар, жауап беремін міндетті түрде. Ал мен сіздермен келесі көріскенше күн жақсы деймін. Сау саламат болыңыздар.